Оңтүстік Қазақстан облысы Төле би ауданы Қасқасу ауылында Алаудин деген шешен ұлтының қариясы өткен. Құранды меңгеріп, түрлі тәсілдермен адам қараған жан болған. Оның жастай алған тоқалы тамақ ішіп болған соң, дастарханын жинамай, ашық-шашық қалдырады екен. Бірнеше ескертуге мойын ұсынбапты. Бір күні түн мезгілінде Алаудин молда әлгі тоқалын шақырып алып, сенің жимаған дастарханыңда қандай қонақ отырған көзіңе көрсетейін бе дейді. Отағасы, қайдағы қонақты айтып отырсыз, дастархан басы бос тұр ғой дейді шамдан. Сонда молдекең бір дұғаны оқып жібергенінде аласа бойлы, басында мүйізі бар, құйрығы ұзын, денесін түк басқан бір пәлекет айыр тілмен дастархан басындағы тамақты шалпылдатып жеп отырғанын көреді. Мұндай албасын өмірінде көрмеген әйел сол бойда талып қалады. Содан бір дұғаны оқып жібергенде шайтан жоғалып, әйелі есін жияды. Көрдің бе дейді Алаудин ақсақал. Дастарханды ашық қалдырсаң түнде жын шайтандар осылай тамақтанады. Оны ертесіне жесең, не болатыны айтпаса да түсінікті. Тазалыққа бекем бол деп қайрат әңгімесін. Сол күннен бастап әйелі дастарханды ашық қалдырмайтын болыпты. Бекасыл бабам дүниеден қайтарында мен жын періні шайтанды көп оқыдым. Адамдардың еміне шипа жасадым. Бір өкінетінім бұлар ұрпағыма зиянын тигізетін болды деп өткен екен өмірден. Сол демекші, Алаудин молданың үлкен ұлы Баудин ауруға шалдығып, 10-12 жастағы баланың миымен қалып жетілмей өсті. Баудин жасы 40-тан асса да, бала шағамен асық ойнап, бала боп кететін еді. Кейін 50-ден асқан шағында трактордың тіркемесінен құлап, бауыры езіліп қайтыс болды. Сол бала қалпында қалып, үйленбей, ұрпақсыз өмірден өтті. Әкесі Алаудин аудан орталығына автобуспен бара жатқанында, кран кеп автобусқа соғылып, кранның көтеретін темірі басын жұлып қайтыс болды. Өмір бойы жын перімен, шайтанмен алысып, адамдарды пәлекеттен қорғап, өздерін ұрпағын құрбандыққа шалған жандар қаншама десеңші. Мұндай жандардың балалары калимаға тілін келтіріп, таза тұрып, таза жүру керек деген ой түйдім.